Баршаға сәлем, біз бүгін американдық журналист Стивен Левидің «Социальная сеть, изменившая мир. От стартапа до метавселенной» атты кітабының тұсаукесеріне келдік. Әзірге қазақ тіліндегі баламасы жоқ, әрі алдағы уақытта шыға ма жоқ па белгісіз, сол себепті орыс тілді атауымен атадым. Стивен Леви компьютер, криптография, интернет туралы бірнеше кітап жазған, Wired журналының бас редакторы, әйгілі IT журналист. 30 жылдан астам уақыт бойы Rolling Stone, Harper's Magazine, Macworld, The New York Times Magazine, Esquire, The New Yorker сияқты танымал басылымдарда мақалалар жариялады. Стивен Леви бұл кітапты жазу үшін 3 жыл бойы Марк Цукерберг пен Фейсбуктың операциялық директорымен және корпорацияның басқа да қызметкерлерімен сұхбаттасқан. Кітапта Фейсбуктың жетістіктері мен сәтсіздіктері туралы, Марк Цукербергтің қалай ойлап, қалай шешім қабылдайтыны туралы, әлеуметтік желілер біз туралы не білетіні және біз туралы жинақтаған деректермен не жасайтыны туралы жазылған. Әрі кішігірім стартаптан $1 триллион корпорацияға қалай жеткені туралы жазылған. Елде кітапты басып шығарған Зерде Паблишинг қазақстандық баспасы. Компания нарыққа 2022 жылы шықты. Зерде Паблишинг заманауи сарапшылардың кітаптарын жасау және насихаттаумен, кітап шығару бойынша қызметтермен айналысады. Қай уақытта бұл кітап қазақ тілінде жарыққа шығар, жоспарда бар ма жоқ па, және жалпы Қазақстанда IT саласындағы әдебиет сұранысқа нарықта, қазақстандық нарықта сұранысқа ие ме, әлде көркем әдебиетке қарағанда статистикасы төмен ме? Да, книга выйдет на казахском языке, как я уже ранее сказала, но здесь важно прокомментировать процесс выхода книги, он достаточно длительный. На самом деле, работа над книгой начинается сначала в голове автора, он пишет ее несколько лет. Когда она попадает в руки издательства, мы работаем с ней, мы можем с ней работать тоже несколько лет. Для нас важно не просто перевести книгу на казахский, выпустить ее на рынок и заработать на этом. Для нас важно сохранить стандарт перевода. И как раз-таки с этим есть сложности. Мы хотим, чтобы перевод был качественным, корректным с филологической точки зрения, для того, чтобы человек, читая книгу, понимал прямой посыл, который отдавал автор изначально. С переводом на казахский язык сложно, поэтому я думаю, что мы в течение года, я даже не могу назвать точные цифры, сейчас мы активно работаем над переводом. Так как сама по себе книга достаточно объемная, и в ней используется огромное количество терминологии, которая должна быть сохранена. Кітап сүйер қауым Стивен Левидің кітабын оқыңыз, шабыт алыңыз және кәсіптік жетістіктерге жетіңіз. Білімді ұрпақ ел болашағы. Сіздермен болған әдетінше мен Шолпан Сағадат, келесі кездескенше.